Сыйлық саныңызды білсеңіз, бойыңыздағы талантты тану қиын емес. Сіз сыйлық саны туралы біліп пе едіңіз? Нумерологиядағы терминдердің бірі бұл сыйлық саны. Сыйлық саны дүниеге келген жылыңыздың соңғы 2 санын қосу арқылы анықталады. Олардың қосындысы 1 мен 10 аралығындағы сандар болуы тиіс. Одан үлкен мән шықса, кезектіре тағы да бір-біріне қосып жібересіз. Мысалы, сіз 1989 жылы дүниеге келдіңіз. Яғни, сіз 89 деген соңғы 2 санды аласыз. Соны бір-біріне қосасыз. 8 қосу 9 тең болады 17. Жаңа айтқанымыздай, біздегі шыққан сан 10 санынан артық болмауы керек. Яғни, тағы да бір мәрте қосамыз. 1 қосу 7 тең 8. Ал 2000 жылы туғандар соңғы ақпаратты тыңдасын. 1. Тепе-теңдікті сақтау қабілеті. Сіз барлық нәрседе баланс ұстай білесіз. Ақыл мен жүректі қатар тыңдап, екеуінің де жетегінде кетпей, суық санамен шешім қабылдай білесіз. Интеллектіңіз бен шығармашылық қабілетіңізде параллель дамуда. Бойыңыздағы ең мықты қабілеттерді толығымен пайдалана отырып, ең әлсіз тұстарыңызды жетілдіруді ұмытпайсыз. Осындай балансты сақтауға деген ұмтылыстың жетегінде біраз нәрсеге жетесіз. Біраз пәледен аман қаласыз. Өйткені өмір тепе-теңдік ұстай алмайтындарды құздан құлататын аян. 2. Негативті ойлау. Иә, негізінде бұл да бір дарын. Әсіресе айналаның бәрі жалғандыққа, алдау мен көзбояушылыққа, қызылды-жасылды көз арбайтындарға толы уақытта бәріне сене беруде қауіпті. Кез келген істің жаман жағда болуы мүмкін екенін әсте естен шығармайсыз. Жақсымен қатар жаман жағында ойлап жүріп, дер кезінде шекара бекітіп, қақпаңызды жауып алу асқан шеберлік. Тәуекелге бас тігер тұста оның соқыр тәуекел, құрбы сәурешілік болу мүмкін екенде ойлау сізді көптеген сәтсіздіктерден сақтайды. 3. Позитивті ойлау. Айналасына позитивті оймен шуақ шашып жүруде үлкен өнер. Осылайша, сіз сөнгелі тұрған үміттерді қайта тұтата аласыз. Әлсіз шоқтырлеп маздата аласыз. Бұған позитивті ойлау қабілетіңіз, әр нәрсенің жақсы жағын көре білуіңіз, әзіл қойлағыңыз, басқаларға шабыт сыйлай алатын қасиеттеріңіз көмектеседі. 4. Суық сана. Сіздің ақылыңызды да, жүрегіңізді де суық сана билейді. Барлық нәрсенің жақсы жаман жақтарын бірдей көре аласыз. Оларды таразыға салып, қайсысының басым екенін анықтау сіз үшін оп-оңай. Әрі қарай дұрыс шешім, оң қадамды анықтауда қиын емес сіз үшін. Сондай-ақ, ешқашан өзге біреудің тарапын таңдап, жетегінде кетпей, бейтарап болып қалуда туа бітті таланттардың бірі деуге болады. 5. Физикалық дене. Сіздің денеңіз, ағзаңыз сіздің ең жақын досыңыз. Оларды тез түсінесіз, шағымдарына құлақ асасыз. Соның арқасында аурудың алдын алу, энергияңызды орнымен жұмсау және орнын қайта толтыру үйреншікті әдетіңізге айналып кеткен. Көп адамдарда осы қабілет жетіспегендіктен шаршап шалдығып жатады. Ауру сырқаумен алысуға көп күш пен уақыт жұмсайды. Ал сізде ондай мәселелер алдын ала шешіліп отырады. Сонымен қатар біреуді тәрбиелеу, үйрету, ұстаздық етуде қолыңыздан әбден келеді. 6. Діндарлық. Сіздің басты қаруыңыз дұға, басты байлығыңыз рухани әлеміңіз, нұрлы, жарық, таза әлеміңізді сыртқы жамандықтардан сақтайтын қорғанышыңыз бар. Сөзіңіздің сиқырлы күші бар, соның арқасында олар орындалады. Адамдар сенеді, соңыңыздан ереді, сыйлайды. 7. Тектілік, мәрттік. Бойыңызда бекзадалық, мәрттік, тектілік лебі естіп тұрады. Қай ортаға барсаңыз да, қандай киім кисеңіз де, ешкімге тіл қатпасаңыз да, елдің назары бірден сізге ауады. Өйткені өреңіздің де, дәрежеңіздің де биік екені бірден көзге түсіп тұрады. 8. Асқан рух. Сізге берілген ең үлкен дарын бойыңыздағы қайтпас қайсарлық, асқан рух. Энергияңызды қанша жұмсасаңыз да сарқылмайды, себебі энергияның қайнар көзі өзіңізсіз. Соның арқасында өз дегеніңізге жетесіз. Елді де соңыңыздан ерте аласыз. Сіздің сөзіңізде, ісіңізде айналаңыздағы адамдарға күш-қуат береді, жігерлендіреді. 9. Сезімталдық. Өте нәзік сезімталдық сізге ғана тән. Әр сөздің, көзқарастың астарын ұғынып тұрасыз. Адамдарды бір көргеннен ашулы тұрған кітаптай оқи аласыз. Әркіммен өз деңгейінде әңгімедекен құрып, өз тілінде сөйлесетін қабілетіңіз бір төбе. 0 және 10. Жарқын бейне.
Айналаңызға шуақ шашып тұрасыз. Шығармашылықпен айналсаңыз тіпті нұрланып кетесіз. Сіздің жарқын жүзіңіздің өзі адамдарға эстетикалық ләззат, көтеріңкі көңіл күй, өмірдің жақсы сәттерін сыйлайды. Осы қасиеттеріңіздің арқасында ел есінде ұзақ сақталасыз. Құрметті көрермен, сізде қай сан шықты? Бөлісе отырыңыз.